Алдыңызда жер бетіндегі ең жұмбақ орман. Луян көлі Қытайдың Янчжоу қаласында орналасқан ең көркем табиғи орындардың бірі. Мұнда судан тік көтерілген алып метасеквоя ағаштары орманды су бетінде қалқып тұрғандай етіп көрсетеді. Көктем мен жазда су ашық жасыл түске боялып, қалың жасыл жапырақтарды бейнелейді. Ал күзде ағаштар жалынды қызыл түстерге боялып, көлді нағыз ертегідей көрініске айналдырады. Метасеквоя ағашы жойылған түр деп саналған. Бірақ оны 20 ғасырдың ортасында Қытайда қайта тапты. Луян көлінің саябағы аймақтың өсімдіктер мен жануарлар әлемінің алуан түрін сақтап қалуға көмектесетін маңызды экожүйелік қорық. Бұл жер табиғат тыныштығын сезініп, ерекше қалқыма орманның сұлулығын тамашалауға ұмтылған туристер арасында танымал болды. Луян көліне кіру билеті шамамен 50 юань тұрады. Бұл маусым мен қосымша қызметтерге байланысты $7 шамасында. Қонақтар қайықпен серуендеу сияқты қосымша қызметтерді де пайдалана алады. Саябаққа Янчжоу қаласының орталығынан автобуспен немесе таксимен жетуге болады. Ең тамаша кезең күз мезгілі. Себебі дәл осы уақытта ағаштар қызыл және сарғылт түстерге боялып, ерекше көрініс сыйлайды. Бүгінде Луян көлі тыныштықты сезініп, қайықпен серуендеп, табиғаттың ғажайып атмосферасына енуге болатын бірегей табиғи қорық. Ал сіз бұл жерге барғыңыз келеді ме? Пікір қалдырыңыз. Арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.